Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында апельсин шырынын дайындайтын боламыз. Ешқандай қоспасыз, өте пайдалы. Біздің отбасылық сүйікті шырынға айналды. Ол үшін біз осылай заттарын дайындап аламыз. Бізге керегі бұнда 3 апельсин, 1 лимон, 1 кесе қант, лимонный кислота, су және де осындай блендер керек болады. Мінекей барлығын дайындап алғаннан кейін барлығын сыртын тазалап жуып аламыз. Содан соң осылай бөліктерге бөлеміз. Қараңыздар, 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Осылай барлығын турап аламыз. Лимонды да дәл апельсин сияқты бөліп аламыз. Мінекей қараңыздар, 4 бөлікке бөлсеңіздер жетеді. Ішіндегі сүйегін алып тастасаңыздар да болады. Осылай әдемілеп ыдысқа салып, бетін жабамызда морозилкаға біз қатырып қоямыз 1-2 сағатқа. Енді морозилкадан алып, мінекей қатты осы қатқан күйінде біз блендерге саламыз. Қатты толтырмаймыз. Осылай салғаннан кейін қант қосамыз. Қант. Одан соң лимонный кислота. Де барлығын көзбен қосамын. Және де су. Тастай кез келген газсыз суды алып осылай қосамыз. Суымыз сәл салқында болу керек. Аузын бұрап осындай блендерға қоямыз. Осылай мінекей блендерден өткіземіз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Қант, лимонның кислота, су қосып, барлығын осылай блендерден өткізіп аламыз. Осылай қою соғып шыққанша блендерден өткіземіз. Осылай сеткаға біз енді сүзіп аламыз, яғни қоюын бір бөлек және апельсин шырынның өзін бір бөлек ыдысқа. Осылай барлығын, мякіттің барлығын осылай сүзгіден өткізіп аламыз. Осындай қою мякіті ең сонда астында қалады. Мен бұл мякітті лақтырмаймын. Оған қант қосып, варенье ретінде қайнатып аламын. Шайға қосып ішкенге өте пайдалы. Негізі 3 апельсин, 1 лимоннан 4 литр осындай апельсин шырыны шығады. Үй жағдайында өте оңай, көріп тұрсыздар. Біз отбасымызбен осыны сүйіп ішеміз. Осылай графинге құйып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді табиғи шырын дайындалды. Егер де рецепт ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.